App Store, Play Market немесе App Gallery'де Kaspi Pay тегін қосымшасын жүктеп алыңыз. Қосымшаны ашып, қосылу немесе кіру деп басыңыз. Телефон нөміріңізді енгізіңіз. Бұдан әрі бизнесіңіздің атауын, ЖСН мен санатын көрсетіңіз. Растау үшін SMS-тегі кодты енгізіңіз. Өтініміңіз мақұлданды. Kaspi Pay'ге қосылуды аяқтау үшін құжаттарға онлайн қол қойыңыз. Kaspi-дің электрондық қолтаңбасын алу үшін өтінішке SMS кодпен қол қойса, және жеке басын растау үшін фото анықтаудан өтсе жеткілікті. Тіркелу үшін пароль. Және жылдам кіру кодын ойлап табыңыз. Енді Kaspi QR-мен төлем қабылдауды бастау үшін сату орнын баптаңыз. Сату орныңыздың атауын енгізіңіз. Ол сатып алушыларға Kaspi KZ мобильді қосымшасында сатып алатын кезде көрінеді. Бұдан әрі оның мекен-жайын көрсетіңіз. Елді мекенді таңдаңыз. Көшенің немесе ықшам ауданның атын және үйдің нөмірін енгізіңіз. Деректерді тексеріп, жалғастыру деп басыңыз. Енді осы сату орнында төлем қабылдайтын кассирді қосыңыз. Қызметкердің аты мен телефон нөмірін көрсетіңіз. Егер төлемді өзіңіз қабылдағыңыз келсе, өзіңізді кассир деп тағайындаңыз. Барлық деректерді көрсеткеннен кейін кассирді қосу деп басыңыз. Сату орныңыз қосылды. Енді сіз төлемді Kaspi QR-мен қабылдай аласыз.